Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып Айдын Айымбетов. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Шөп шабу, косить траву, жарқырау, сверкать. Бірінші тапсырма: суретте кім бейнеленген? Сөздер мен сөз тіркестерін пайдалан және әңгімеле. Кто на картинке? Используя слова и словосочетания, расскажи. Мектепті алтын медальға бітірген, авиация училищесін аяқтаған ұшқыш инженер Айдын Айымбетов, қазақ ғарышкері. Екінші тапсырма: суретке қара, әке мен бала не туралы сөйлесіп жатыр, болжап көр. Предположи, о чем говорят папа и сын. Менің ойымша, по моему мнению, сын рассказывает папе о своей мечте, о том, что он хочет стать космонавтом. Баласы әкесіне өзінің болашақта ғарышкер болғысы келетінін айтып жатқан сияқты. Үшінші тапсырма: мәтінді түсініп оқы, мазмұнын айт. Прочитай текст и перескажи. Бала кезден бергі арманым еді. Мечта с детства. Ғарышкер болу бала кезден бергі арманым. Мынадай бір оқиғаны айтып берейін. Бірде біз әкем екеуміз шөп шабуға бардық. Шөптің үстінде жұлдыздарды тамашалап жаттық. Бір кезде жарқыраған бір нәрсе түнгі аспанды қақ жарып ұшып өтті. Маған оның не екені қызықты болды. Сөйтіп әкемнен сұрадым. Ол маған зымыран туралы айтып берді. Сол сәттен бастап менің жұлдыздарға, ғарышқа қызығушылығым оянды. Осылайша мен ғарыш әлеміне келдім. Стать космонавтом — мечта с детства. Расскажу одну историю. Однажды мы с папой пошли косить траву. Лежали на траве и смотрели на звезды. И вдруг что-то сверкающее пролетело на небе. Мне стало интересно, что это, и я спросила у папы. Он мне рассказал про ракету. И с того момента я заинтересован космосом и звездами. Так я пришел в мир космоса. Төртінші тапсырма: сұрақтарға мәтіннен жауап тап. Ответь на вопросы. Айдын әкесімен қайда барды? Шөп шабуға барды. Аспанда не қақ жарып ұшты? Зымыран. Әкесі Айдынға не туралы айтып берді? Зымыран туралы айтып берді. Бесінші тапсырма: үлгі бойынша сөйлем құрап айт. Состав предложения. Айдын Айымбетов ғарышқа зымыранмен ұшты. Оқушылар дәптерге қарындашпен жазды. Әли отбасымен бірге автобуспен үйге келді. Алтыншы тапсырма: сурет орнына сөздерді қойып оқы. Вставь вместо картинок слова. Айдын Айымбетов қазақ ғарышкері. Ғарышкер болуды армандаған. Мектепті алтын медальға бітірді. Аспан әлемі туралы оқыды. Ғарышқа 2015 жылы ұшты. Жетінші тапсырма: сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы. Айдын Айымбетовтың мамандығы кім? Мамандығы — это специальность. Айдын Айымбетов ұшқыш-инженер. Ол қандай училищені бітірді? Какое училище он закончил? 1993 жылы Армавирдегі жоғары әскери авиациялық училищені ұшқыш-истребитель мамандығы бойынша бітірген. Өзің болашақта кім болғың келеді? В будущем ты кем хочешь стать? На этом мы закончили урок. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.